Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сарымсақтың 10 пайдасы және бірнеше зиян тұстары жайлы ақпараттармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Адамның негізгі қорғанышы иммун жүйесі. Түрлі жұқпалы ауруларға қарсы тұру қабілетіміз де сол иммун жүйеміздің мықтылығына тікелей байланысты. Иммунитетті күшейтуде тамақ рационы аса маңызды. Міне осындайда сарымсақ жеудің пайдасы көп екенін жиі естиміз. Сонымен сарымсақтың қандай пайдасы және пайдалы екен деп шамадан тыс жеудің нендей зияны бар? Ең алдымен пайдасын тізіп шығайық. Бірінші кезекте бактериялармен күреседі. Сарымсақты шикідей жегенде аллицин заты бөлінеді. Бұл зат түрлі зиянды бактерияларды жояды. Сондай-ақ антисептикалық, яғни залалсыздандыру қабілетіне ие. Егер сарымсақты қыздырса немесе ыстық суға салса, онда аллицин бөлінбейді. Ас мәзіріне шикі сарымсақты қоссаңыз, ағзаңызды кандидоз бен герпес ауруларын тудыратын түрлі бактериялардан қорғайсыз. Екінші қызметі ол қан тамырларының жұмысын реттейді. Сарымсақтың құрамындағы аллицин жүрек қан тамырлары жүйесінің қызметін реттейді. Күніне сарымсақтың бір бөлігін жесе, қан тамырларын нығайтып, қан айналымын жақсартады. Залалды холестерин мөлшерін 10%-ға төмендетеді. Сәйкесінше қанның ұюын болдырмай, жүрек талмасының алдын алады. 12 апта бойына сарымсақты үзбей күніне бір тістен қолдану артериалды қан қысымын реттейді. Үшінші қызметі қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Қант диабетімен ауыратын науқастар күнделікті сарымсақ жеген жөн. Сарымсақ қандағы қант мөлшерін 25%-ға төмендетеді. Бауырдағы инсулиннің ыдырауын баяулатады. Сонымен қатар қан тамырлары және күре тамырларының жұмысын реттеп, қант диабетімен ауыратын науқастардың жүрек қағысын жақсартады. Төртінші қызметі бұл иммунитетті күшейтеді. Сарымсақ вирусты ауруларды емдеуде және олардың профилактикасында таптырмас табиғи дәрілік құрал. Сарымсақты күнделікті пайдалану тұмау сырқауды 60% алдын алуға болатыны дәлелденген. Тұмаудың алдын алу немесе ауыра қалған жағдайда емдеу үшін күніне 2-3 рет мұрынға сарымсақтың суын тамызған жақсы. Бесінші қызметі бұл қатерлі ісіктің алдын алады. Сарымсақтың құрамындағы күкірт, сульфид, салил, цистеин мен селен ағзадағы шлакты сыртқа шығарып қана қоймай, қатерлі ісік жасушаларын өлтіреді. Зерттеулер нәтижесінде сарымсақты күнделікті қолдану қатерлі ісіктің пайда болуын 20%-ға төмендететінін көрсеткен. Соның ішінде асқазан рагы, тоқ ішек ісігі, бауыр, сүт безі ісігі қаупін азайтады. Алтыншы қызметі ол паразиттермен күресуі. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиардқа жуық адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттарымен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикідей жеген жөн, немесе 200 мл сүтке бір бөлік сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып, клизма жасау керек. Клизманы 1 апта күнделікті жатар алдында жасаған дұрыс. Жетінші қызметі ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсарту. Сарымсақ асқазан ішек жолдарына өте пайдалы. Оны күнделікті пайдалану асқазан сөлінің бөлінуін және темірдің дұрыс сіңірілуіне көмектеседі. Ас қорыту процесін, ішек жұмысын жақсартады, тәбетті көтереді. Алайда асқазан ойық жарасы және басқа да аурулардың асқынуы кезінде сарымсақты қолданбаған абзал. Сегізінші қызметі буын аурулары үшін пайдасы. Сарымсақ зақымданған буынның тіндерін қалпына келтіреді. Сүйек майларының азаюын болдырмайды. Остеоартриттің алдын алады. Сондықтан да сарымсақты ас мәзіріне қосып жүріңіз. Тоғызыншы қызметі теріні қалыпқа келтіру. Сарымсақтың құрамындағы дәрумендер теріні серпіндетеді, безеудің пайда болуын азайтады. Әжімнің бет терісінің қартаюын алдын алады. Соңғы қызметі бұл артық салмақпен күрес. Сарымсақ дұрыс тамақтану механизмінің тетігі. Сарымсақты жеу арқылы артық салмақтан арылып қана қоймай, сол қалыпта ұзаққа дейін сақтауға мүмкіндік бар. Ол үшін күніне 2-5 грамм сарымсақ жеген жөн. Бұл дегеніміз 1-3 тіс сарымсақ.
Сондай-ақ зімбір қосылған сарымсақ шайын ішуге де болады. Ал енді сарымсақтың зияны қандай? Соған тоқтала кетейік. Сарымсақтың құрамы түрлі элементтерге өте бай. Десе де оны шамадан тыс жеуге болмайды. Әйтпесе ағза уланып қалуы мүмкін. Күніне 2-3 түс сарымсақтан артық жеуге болмайды. Сарымсақты көп жесе ішке газ көп жиналады. Жүрек айнып, бас ауырып, дене температурасы көтеріледі. Сарымсақты балғын күйінде жеген жөн. Сонда ғана оның құнары мен пайдасы бойға даритын болады. Ауырмаңыздар. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнама тіркеле кетіңіздер.